суретте қандай ауру берілген? Иә, бұл нейрофиброматоз бірінші типі. Нейрофиброматоздың бірінші типі аутосомды доминантты 100% тұқым қуалайтын ауру. Нейрофиброминнің расқа, яғни рас бізде регуляторлық жүйе, соған теріс әсер ету арқылы рас бізде жасушалардың шексіз өсуіне алып келеді. Оның клиникасы қандай? Сарғыш қоңыр түсті дақтар, бізде F суретте белгіленген, интеллектуалды бұзылыстар, нейрофибромалар, терде кездесетін немесе опухольдер деп айтамыз. Одан кейін лич нодулс, яғни көздегі пигментация, оптик глиомас, яғни осы суретте белгіленген, фиохроматостома, бүйрек үсті безінің шексіз кортизолды бөлуі. Судорогтар пайда болады, сүйектегі бұзылыстар. Сіздерге клиникасын жаттауға осы мнемониканы қолдансаңыздар болады. Нейрофиброматоздың екінші типін келесі сабақта талдаймыз.